Құрметті тыңдарман, сіз қазақ жазушыларының туындыларынан құралған жинақты аштыңыз. Қызықты әңгімелер әлеміне қош келдіңіз. Тіленші. Айдарбек күндегі дағдысы бойынша қаланың орталық көшелерінің біріне келгенде автобустан түсіп қалды. Арқасына асып алған қорапты гармоны, оң жақ иығына ілген жол қапшығы бар. Екі қолы бос емес. Екі қолы қос қолтығына тіреген балдақтың тұтқасында. Күн көзі биік үйлердің тасасына енді ғана көтеріліп келеді екен. Ол оң аяғының ұшы жерге тимей, тізесі бүгілген қалпында балдаққа сүйеніп, әлі түтін мен газға құмыға қоймаған мамырдың мамық ауасын сіміре жұтып, сәл тұрды да кенет тұсаулатша қарғылақтай жөнелді. Баратын жері аялдамадан алыс еместі. Үйреншікті ізімен шоқыңдап келді де, төрт көшенің түйілісіндегі жер асты жолына түсті. Күні бойы жаяу жүргіншілер дамылсыз ағылып жататын жер асты жолында бірнеше дүңгіршек дүкендері бар. Аяқ киімдер жөндейтін етікші, ескі фотоларды жаңғыртып, рамаға салып беретін суретші, газет, журнал, кітап, тағы басқа ұсақ түйек сататын жаймалар. Айдарбек балдағын тықылдатып, тұстарынан өткенде, жаңағы көршілер бас изеп, енді біреулері қолдарын бұлғап, сәлемдесу ырымын жасады. Бірақ ол еш қайсына аялдаған жоқ. Салқынсыз білініп тұратын ала көлеңке дәлізден бос тұрған бұрышына қарай бет алды. Күнделікті өз орнына келген соң, дуалға сүйеніп тұрып, иығындағы жол қапшығы мен гармонын асықпай жерге түсірді. Қапшықтың ішінде бүктемелі орындық бар тұғын. Балдағын қабырғаға сүйеп қойды да, сол орындыққа жайғасты. Аз кем аялдап, ентігін басты. Алақанын ашып жұмып, балдақ тұтқасында қарысып қалған саусақтарын икемге келтірді. Таңертеңгі мезгілде адам аяғы сирек. Тек бетон төбенің үстінде ерсілі-қарсылы ағылған машиналардың ғана дүбірі естіледі. Ол осы қалпында бірнеше минут қимылсыз отырды да, «Қой, жұмысқа кірісейік» деді, өзін өзі дем беріп. Жұмысы бәлендей күрделі еместі. Қапшықтан алған әлде бір газетті алдына жайтты, шеті-меті мыжырайған ескі қалпағын соның үстіне қойды. Осыдан кейін ғана қасындағы қорапқа қол созған. Шүбірегі сетінеп, сыры көше бастаған ескі қораптың ішінде әлі өңі түсе қоймаған қоңырала гармоны бар тұғын. Соны аса бір киелі зат тұстағандай аялай көтеріп, тізесіне қондырды. Аспап ауларын иығына іліп, кәнігі саусақтар не шалуан үн шығарған гармон тілдерін бір сыдыртып өтті. Бүгін неден бастаса екен? Айдарбектің репертуарында қазақша, орысша, татарша аралас 100-ден астам әуен бар. Бірақ оларды бір шетінен тарта жөнелмейді. Кәдімгі концертке шыққан адамша іріктеп, талғап орындайды. Бір жағы өзінің көңіл күйіне де байланысты. Кейде думанды, салтанатты, сұлу саздар шалқысай, енді бірде кілең бір сыңсыған мұңлы әуендері кезек алады. Ол кейін кезде қала халқының құрамын, ұлтын, жас мөлшерінде ескеретін болған. Мәселен, жұрттың бәріне ортақ Катюшаны құйқылжытқан кезде бірде-бір майдангер бұрылмай кеткен емес. Таяуда өткен 9 мамыр мерекесінде күні бойы осы Катюша бастатқан майдан әуендерін тарттау. Адамдардың пейілі кеңейтін мейрам күндерінде түсімде мол болады. Міне, қазір де ми таблосында махаббат вальсі, құстар,
Дунай толқындары, Мәскеу түбіндегі кештер, Ғалия Бәну секілді бірнеше жазу жарқ-жұрқ көрініс берген. Бірақ дәл осы сәтте басқыштан түсіп келе жатқан бір топ жастарды көз шалып қалды да, ақ бантикті сызылта жөнелді. Бүгінде қарқыны жаман емес. Ары бері өткендер мұның қалпағынан 5 теңге, 10 теңгеден ақша тастап жатыр. Ішінара 20 теңгеліктерде ұшырасады. Адамдар әрқилы. Кейбіреуі бір міндеттен құтылғысы келгендей садақасын тастай салса, асығыс өте берсе, енді біреулері гармон үніне құлақ тұрып, біраз байырқалайды. Қасындағы кітап жаймасына, киоскілерге өңілген болып асықпай тыңдайтындар да бар. Қайыршыдан сдача сұрау ұят. Тағы біреулері қалтасынан ұсақ ақша таппай, кесегін беруге қимай, сипаланып әуреге түседі. Әрине, Айдарбек ешкімге де кінә тақпайды. Бұл күнде адамдардың асып-тасып тұрмағанын, тіршілік деңгейінің де әркелкі екенін түсінеді. Біреу бай, біреу кедей. Қайыршының антиподы қалталы байлар мына жерасты жолына өмірі түспейді. Олар әне, бетон төбенің үстіндегі асфальт көшеде машинамен зулатып барады. Айдарбек алғаш кезде өзінің осы кәсібіне қатты намыстанып, бетімен жер басқандай болушы еді. Кейін бұғанда ет өліп, үйреніп кетті. Мен көрінгенге көз сатып, алақан жайған қайыршы емеспін ғой. Өнерін сатып күн көрген тіленшімін деп, өзінше бір бәтуә тауып алған. Өнерге ақы төлейтін болған соң, сен сағынаға шығып сайрайсың ба, әлде осылай жер асты жолдарында отырасың ба, бәрібір емес пе? Айырмасы, концерт залдарында билет бағасы сәл қымбаттау, мұнда су тегін арзан. Тіпті ештеңе төлемей-ақ тыңдауға болады. Филармонияда арнайы жарнамалар жапсырылып, билет арнайы кассада сатылса, мұның кассасы алдында жатқан қалпақ. Ал тыңдаушының саны жағынан бұл кез келген театрды 10 есе орап алуы мүмкін. Бір күн бетін, бір күн сыртын берген тұрлаусыз дүние деген осы. Өз заманында Сеңгіртаудың серісі атанған Айдарбек еді. Ендігі отырысы мынау. Мәдениет үйінің меңгерушісі деген мансабы бар тұғын. Қоласында автоклуб, киномеханик, кітапханашы, күзетші деген сияқты әлденеше адам істейді. Ауданда көркемөнерпаздар үйірмесі болды. Солар сенбі сайын бас қосып, көпшілікке концерт қойып жататын. Ол кезде Сеңгіртаудың той думаны Айдарбексіз өткен бе? Қашан көрсең, тойдың төрінде гармонын құлаштай тартып отырғаны. Қазір ойласаң, соның бәрі көрген түс сияқты. Не ғажап, айналасы 4-5 жылдың ішінде сол серуенді Сеңгіртаудың ту талақайы шықты ғой. Ең алдымен ауданның белсенділері Айдарбек түсіне бермейтін не шалуан сылтау тауып ортадағы малды құртты. Мал кеткен соң халықтан хал кетті. Үйісіп отырған ұжымдары таратылып, қалың ел саудырап бос қалды. Арада тағы бірер жыл өткенде Сеңгіртау өз алдына аудан болудан қалып, көрші ауданның көшіне тіркелген. Солақ мұң екен, кәсіпсіз, иесіз қалған жұрт күн көріс қаммен жан жаққа бытырай бастады. Ораза намаз тоқтықта, мұндайда сенің әнің мен күйің, мәдениет үйің кімге керек? Есігіне қара құлып, салынған күйе қаңырап қала берді. Жұмыссыз қалған Айдарбек алғашқы бірер жылда әркімнің тойын басқарып, гармон тартып күн көрген. Бірақ тойда күнде бола бермейді. Бола қалған күнде қалтасы жұқа ағайын ақы төлеп жарытпайды. Той дастарханның бір шенінде отырып, ішіп жегеніңді ғана аужал тұтасың. Оның үстіне кейінгі кезде гармонның де қадіреті кете бастады ғой. Қазіргі жастар гармоннан гөрі таспаға жазылған жын ойнақ музыкаға секілдеп билегенді ұнатады. Кейінгілі Айдарбекті ешкім іздемейтін болды.
Бір тәуірі мұның бұлай ешкімге қажетсіз болып, далада қалған кезін Қайша марқұм көрген жоқ. Әйелі осыдан бірер жыл бұрын қайтыс болған. Семейдің полигонға жақын аудандарында осындай бір мұғаллақ өлім бар. Адамдар ауырмай сырқамай, сап-сау отырып, қылжың ете қалады. Қайша да сөйтті. Кешкі ас үстінде сөйлесіп отырып, құлап түсті. Сонымен Айдарбек бір үйде 13 жасар қызы Айгүл екеуі ғана қалған. Үлкен ұлы Айқын Алматыда оқып жүр. Құдай-ау, соны оқуға түседі деп кім ойлаған? Өткен жылы өз талабымен жұлқынып кетіп еді. Емтиханда тәп-тәуір бағалып, темір жол институтына түсіп кетіпті. Бірақ сол жалғыз ұлдың төбесін көруге де зар болды-ау. Бұрынғыдай емес, жол ақысы удай қымбат. Ары-бері жүре беруде екі жақтың да қалтасы көтермейді. Содан Айдарбек ары ойлап, бер ойлап келді. Менің осы жүрісімнің аты не деген бір күні өзіне сұрақ қойып, жақсы ит өлімтігін көрсетпейді деуші еді. Өлсем де, Сеңкірдаудан алысқа барып өлмеймін бе? Тым құрыса, Алматыға жетіп, екі баламды бір жерден көріп жүрейін де. Осы ойға бекіген Айдарбек қолда қалған жалғыз сиырын сатып, азын-аулақ ақша құрастырып алды да, былтыр жазда Алматыға тартып отырды. Киім-кешегін бір шамаданға салып, Айгүлін жетектеп қара гармонын арқалап алған. Өнерім барда жерде қалмаспын, үлкен қаладан жеңіл-желпі бір жұмыс табылар деген оймен дәмесі де жоқ емес. Бірақ үйдегі ойда базардағы нарық бұзат дегендей ол үміті ақталмады ғой. Осында келген соң Алматыны тәуір шарлады. Бармаған жері, қақпаған есігі жоқ. Өзі сырттай жақсы білетін өнер ордаларын түгел дерлік аралап шықты. Еш жерде орын жоқ. Сөйтсе, бұлардың өзі де шаттарын ықшамдап, қысылып, қымтырылып зорға отырған көрінеді. Қайда барса да сіркесі су көтермейтін адамдар. Жігітім, дәмең тіпті зор екен деді филармония директоры. Бар ашуын бұдан алғысы келгендей. Ауылдан келген сен сияқты зав клуб түгіл осындағы атағы бар артистердің өзіне орын таппай отырмыз. Осыдан кейін ақ Айдарбектің арда көңілі су сепкендей басылған. Мәдени мекемелер бұлай тұрсын, жай қара жұмыстың реті келер емес. Шеттен келген бұл түгіл Алматының тепсе темір үзетін, он саусағынан өнер тамған өз азаматтары жұмыс таппай жосып жүр. Айдарбектің бар бітіргені Айгүлді осындағы мектеп-интернатқа орналастырды. Айқын институттың жатақханасында. Тәуір оқитындар қатарында азын-аулақ стипендия алады екен. Бірақ онысы күнделікті тамағына да жетпейтін көрінеді. Айдарбектің өзі қала сыртындағы бір танысының ескі лашығын жамап жасқап сонда тұрып жатқанды. Сөйтіп жүргенде күз өтіп, қыс түсті. Құлдауанда жұт жет ағайын деген рас екен. Алматыға алғашқы қар жауған күні шет жақтағы бір кеңсеге күзетші керек деген соң, соның жайын білейін деп асығыс жолға шыққанды. Бір көшеден өте бергенде аяғы тайып кетіп, шоңқиды да қалды. Бақытына сол арада бір мұсылман кездесіп, дереу дәрігерге келген. Бұл кедей қырсықты қойсайш, оң аяғының асықты жілігі шатынап сынып кетіпті. Ол баяғы марқа көңілмен аяғым жазылғанша осында жата тұрармын деп ойлаған. Бірақ қазір ауруханада айлап жатқызуды қойыпты. Дәрігерлер мұның аяғын гипске салып қатырған соң бірер апта ұстады да, енді үйіңізге қайта беруге болады. Гипсті 2 айдан кейін бірақ аламыз. Сол кезде хабарласарсыз, деді. Мұны бір сәнді сарай, жайлы төсек күтіп тұрғандай. Амал жоқ, шығуға тура келді. Әй, бұл аяқтың да бейнетін тәуір тарттау.
Сөйтсе, Құдайдың өзі ретін келтіріп, жаңа бір нышанға бастап тұр екен ғой. Осы бақытсыздық Айдарбектің бүгінгі кәсібіне жол ашты. Оның өзі де ойламаған жерден кездейсоқ басталды. Дәл сол ауруханадан шыққан күні қала сыртындағы пәтеріне қайтпақ болып, автобус аялдамасына қарай балдақпен шоқаңдап келе жатқан. Үйренбеген кісіге балдақпен жүруде оңай емес екен. Оның үстіне жер тайғақ. Аялдамаға арқан бойы жер қалғанда кенет балдағы тайып кетіп, бұл анадай жерге ұшып түсті. Сынған аяғының қан қақсап ауырғаны сонша есінен танып қала жаздаған. Жол жиегіндегі әлде бір теректі сүзе құлаған екен. Домалап кеткен бас киімін алуға да шамасы келмей, сол жерде есеңгіреп отырып қалды. Сеңгіртаудың суырынан Қайша марқұм тігіп берген сол баяғы ескі малақай жаяулар жолында шалқасынан түсіп жатыр. Осы арада бір күтпеген жағдай болды. Мұның тұсынан өтіп бара жатқан егделеу орыс әйел бос жатқан малақайға 10 теңгелік ақша тастады. Іле-шала тағы бір мосқал еркек 5 теңгелік тастап өтті. Қап, мыналар мені жол жиегінде отырған қайыршы деп ойладау, деді Айдарбек іштей қатты қорланып. Менің қазіргі сықпытым шынымен ақ қайыршыға ұқсағаны ма? Бірақ малақайын алуға асыққан жоқ. Мына жағдай өзіне де қызық көрініп, енді не болар екен дегендей әлде бір әуестікпен отыра берді. Не керек? Сол күні кілең қайырымды адамдар тап болды ма, әлде жарымжан аяқпен қос балдағы аяныш тудырды ма, айналасы жарты сағаттың ішінде 60 теңгедей ақша түсіпті. Бұл аз табыс емес. 2 бөлке нан немесе 2 литр сүт деген сөз. Үнемдеген кісіге 2 күндік нәпақа. Осы арада Айдарбекке мынадай ой келді. Ау, өзегің талып бара жатса, үлкен қалада осылай қайыр тілеп те күн көруге болады екен ғой. Бұл жерде мұны кім таниды? Кімнен ұялады? Айдарбек тағылтырдың жазуымен тіленшілік жолына осылай түсті. Балдақпен жүруге біршама жаттыққан соң гармонин арқалап темір жол вокзалына барып көрген. Адам көп жүретін жер ғой, түсім жаман болған жоқ. Күнделікті нан шайын айырып қана қоймай, балаларына да талғажу боларлық бірдеңе түсіп тұрды. Әр 10 күн сайын Айқын мен Айгүлге күн көрістік ақша беріп тұрады. Тек бір жаманы вокзалда қарауыл көп. Сырттан келген сыйлы қонақтардың көзіне түседі дейм екен, полиция тыным таптырмай қуа береді. Содан кейінгі бір қауіп, бұл маңда Семей жаққа қатынайтын жолаушылар көп екен. Таныстарымен ұшырасып қалуы мүмкін. Бір жолы қызық болды. Айдарбек көппен бірге сығылысып, перронға қарай өте бергені сол еді. Сеңгіртаудан келген бір жерлесімен соқтығысып қала жаздады. Бір кездегі совхоздың білдей парторгі қазір сауда саттықпен айналысатын болса керек. Көтерген буыншақ түйіншектерімен әуре боп жүріп, Айдарбекті байқамай қалды. Бұл да жалт беріп, теріс айналып кеткен. Сөйтіп, Құдай бір сақтады. Анау аузына сөз тұрмайтын, әрі мұнымен дәмдес тұзы жараспай өскен жігіт еді. Егер көріп қалса, ойбай, Айдарбек Алматыда қайыр тілеп жүр екен деп, бүкіл Сеңгіртауға жаятына айдан анық. Бұл содан бері теміржол вокзалына онша жоламайды. Қала ішіндегі автобекеттер мен базар төңірегін осындай қаға беріш жерасты жолдарын сағалайды. Айдарбектің қатты сақтанатын ендігі бір қаупі мына түрімен балаларының көзіне түсіп қалмау. Өзінің қорланып, жер тезек болғаны жетер, көз қарашығындай сол құлындарын жасытқысы келмейді. Оларға бір қоймаға күзетші болдым деп өтірік айтып қойған. Балалар қайдан білсін, сол сөзге сеніп жүр. Ал әбден ашынып алған өз басы былайғы жұрттан именіп қысылуды қойғанды.
соншама намыстанып қорланатындай не бар шынында? Бұл бір жетіскенінен қайыр тілеп жүр ме екен? Жеке бұл емес, талайдың басына түскен завал. Өзіңді жоқты жастырмай, жұрттан көмек сұрағанның не айыбы бар? Бұл біреудің дүниесін ұрлап, немесе тартып алып жатқан жоқ қой. Адамдардың өз еркімен ұсынған садақасын ғана алады. Ұрлық күнә, садақа сауап. Қаншамада бұған садақа беру арқылы сауапқа батып жүр. Ендеше мұның қуғаны да Құдай жолы. Адамдардан алым салық жинайтын Құдайдың қызметкері. Ну-ка, давай концовку. Тан-таран-тарадам-парам. Өз кәсібін осылай заңдастырып алған Айдарбек кейінгі кезде бір нәрседен ғана қатты қысылатын болып жүр. Осыным адалдыққа жатпайды-ау деп, Құдай алдында өзін күнәлі санайды. Олай дейтіні, дәрігерлер осының 3 ай бұрын мұның аяғындағы гипсті алып тастаған. Айтыстарына қарағанда, сынған сүйек жымдасып, жақсы біткен көрінеді. Өз көңіліне де солай. Ұзақ жүрістен кейін кейде аздап сырқырайтыны болмаса, көп мазаламайды. Үй ішінде таяқ ұстамай-ақ жүре береді. Тек сырт көзге көшеге шыққанда ғана балдаққа сүйенеді. Соған үйреніп қалыпты. Осылай жүрсе, қазіргі кәсібінен құп жарасатын сияқты. Балдақ мұның өзін ақтайтын бет жүздік қаруы ғой. Бұл күнде музыкаға ерейтіндер некен саяқ, ал балдақ қашанда жұрттың аянышын туғызады. Осы харамдығын ойлағанда Айдарбек бір сәт жерге кірердей ұялып кететті іле шала. Менің аяғым сынған рас қой. Сол әбден жазылғанша балдақпен жүре тұрсам, ештеңе біліне қоймас деп өзін өзі жұбатады. Бұл да талайды көріп жүр. Тіленші қайыршылардың да не бір су жұқпас суайттары бар-ау. Олар күн сайын бір сылтау табады. Үйім өртеніп кетіп еді. Ауруханадан бүгін ғана шығып едім. Ақшамды ұрлатып алып, ауылға қайталмай жүрмін деп зарлағанда беттері бүлк етпейді. Олардың қасында Айдарбектің балдақпен жүргені ойыншық емес пе? Адам өтірікті қайбір жетіскеннен айтады дейсің. Бір кітаптан оқығаны бар. Үндістанда қайыршылық өз алдына бір кәсіп көрінеді. Кейбіреулері 7 атасынан бері қарай қайыр сұрайды екен. Тіпті жұрттың аянышын туғызу үшін балаларын сәби кезінде әдейі кемтар қып жіберетіндер де бар деседі. Құдайым, атадан балаға ауысатын сондай саржампаз қайыршылықтан сақтасын. Осылайша әр ойдың басын бір шалған Айдарбек төмен тұқырып алып, Ғалия Бануды баяу сызылтып отырған. Кенет әлдегімнің өзіне төні тоқтағанын сезіп, басын көтеріп алды. Осы төңіректі қарауылдайтын полиция сержант екен. Дүнген бет, дүрдек еріндеу келген қазақ жігітті. «Иә, тағы келіп қалғансың ба?» деді бірден. Сенге көшкен ол мардамсы езу тартып. «Енді қайда барамыз? Үйренген жер». «Қалай? Табыс көп пе?» «Бұйырғаны жатыр ғой әне». Айдарбек қалпақ ішінде қобыра жатқан ұсақ ақшаларды нұсқады. «Сендердікі рақат», деді сержант. Жанарсыз балық көзін ақшадан айырмай. «Жандарың қиналмайды. Үкіметке көктен салық төлемейсіңдер». Айдарбек, қызығып тұрсаң орын айырбастайық деуге бір оқталды да үнсіз қалды. Бір күнде болса, билігі жүріп тұрған адаммен ерегіскенде не табады? «Жарайды, шаруаңды жалғастыра бер. Түстен кейін бір айналып соғармын», деді сержант кетіп бара жатып. Айдарбек іштен ғана күрсінді. Бір айналып соғатыны, бір шөлмектік бірдеңе дайындап қой дегені. Оның көңілін таппасаң тағы пәле. Мына жерден қуып шығудан тайынбайды. Өз балаларын асырай алмай жүргенде, сержант та болған 3-ші бала болып жабысты. Аш иттің артын соқ ит жалайды деген осы да. Сірә түс мезгілі болып қылған ау. Адам аяғы сиреп қалыпты.
соның бір белгісіндей қарсы қапталда кітап сатып отырған Шамғон шал бұған қол бұлғады. Айдарбек, өзегің талған шығар, бірер кесе шай ішіп, жүрек жалғап ал деді, дүкеннің терезесінен басын қылтитып. Айдарбек алдындағы ақшасын санап, қалтасына салды да, балдағын тықылдатып солай қарай бет алды. Жаңа осы маңдағыларға тамақ пісіріп сататын татар кемпірі бұған 2-3 тал самса тастап кеткен. Ғалия банудың құлақ ақысы. Чайға қосып жемек боп, сол самсасында ала жүрді. Шамғон шал Оралдың қазағы. Жасы 70-ке таяп қалса да, сақал мұртын мұнтаздай қырып, үсті басына шаң жуытпай жүреді. Бұрын осыдағы баспалардың бірінде әжеп тәуірі қызмет атқарған екен. Ендігі кәсібі кітап жаймасы. Саудасы күсет боп, біраз пайда түсті екен, қарт бүгін көңілді. Екі кісі зорға сиятын дүңгіршек дүкенінің артқы қуысында әлде бір жәшіктің үстіне шағын дастархан жайыпты. Біраз нан турап, аршылған көк сарымсақ қойыпты. Енді бір тәреңкеде қабығымен пісірілген картоп, тауықтың 2 борбайы жатыр. Кел, төрлет деді. Тар есіктен сынан алып зорға кірген Айдарбекке бұрыштағы бос орынды нұсқап. Күн көзі шалмайтын жерасты жолында күндіз түні шам жанып тұрады. Шамғон тоққа қосылған қалайы шәугімді шыжым бауынан ажыратып 2 кесеге шай қойды. Соны соң бір қуысқа қолын сұғып жіберді да, аузы ашылып, иығынан төмен түскен арақты алып шықты. 100 граммға қалайсың деді, мұның бетіне қолана қарап. Соның соң жауап күтпестен оны 2 стақанға бөліп құйды. Кел бауырым, амандық саулық үшін алып қоялық. Айдарбек арақты көптен қойып жүргенді. Денсаулығына жақпағандықтан емес, ақша үнемдеу үшін бюджеттен мүлде сызып тастаған. Кейін кезде мұны бұлай қонақ қып сыйлаған кім бар? Соны ойлағанда көңілі босап, отты суды бұлда тартып жіберді. Балаларың қалай? Оқып жүрме деді Шамғон. Бастықыға көк сарымсақты күрт-күрт шайнап. Шүкір, балаларым аман, солар ғой. Менің ендігі сүйенішім, деді Айдарбек, көк жуаға қол созып. Құданың әмірі, екеуі де жақсы оқиды. Ұлым институттың 2-ші курсында, қызым 7-ші класста. Жас өспей ме, жарлы байымай ма деген ғой. Балаларың аман болса, әлі-ақ қатарға қосылып кетерсің, деді Шамғон. Алдындағы тәреңкені бұған таман жылжытып. 100 граммнан кейін екеуі де көңілденіп, келді кеттісі жоқ әр нәне әңгіме қып отырды. Біздің Оралда татарлар көп тұрады, деді Шамғон бір сөздің кезегінде. Бала жастан құлаққа сіңгеннен болар. Сен ойнаған Ғалия бәну. Соны соң сарман бойларын тыңдағанда бойым балқып кетеді. Кезінде татар қыздарымен гүл айттағансыз ғой шамасы. Жас кезде не болмады дейсің. Татар қыздары қылықты болады. Шағаның бойы көк шалғын, шалқамнан жаттым шаңқайтыс деп Қасым Аманжолов айтқандай, айлы кештерде шамғанды жағалап, қыздармен ұзақ қыдыратын едік деп, Шамған сол бір қайта оралмас күндерін есін алғандай баяу күрсінді. Айдарбек, сен қазір нешеге келдің? 46-дамын. Бала екенсің ғой. Менің тұңғыш қызым сенен бірақ жас кіші екен, деді шал қолын сермеп. Осы сен консерваторияда оқыдың ба, әлде қарадай қасқыр соғып жүрмісің? Қайдағы консерватория, деді Айдарбек кең-кең күліп. Бар бітіргенім Семейдің музыкалық училищесі ғана. Әкем мектепте мұғалім болатын. Мен сірә өзге пәндерге қырсыздау болдым ба, маған жастай домбыра гармон сатып әперіп, музыкаға баулыған сол әкем марқұм еді.
Бәсе, сүйегіңде бар екен ғой. Өнер сүйекке бітпесе, құр оқығаннан ештеңе шықпайды, деді Шамғон, жас жігіттей қызуланып. Бағың жамбағаны болмаса, сен кез келген оркестрде ұялмай ойнайтын адамсың ғой. Тіпті сахнада жеке концерт беруіңе де болады. Соңғы жылдары ешкім маңдайынан сипамаған Айдарбектің мынандай жылы сөзге көңілі босады. Сәл бөгеліп отырды. Қайтеміз. Тағдырдың жазуынан асатын не бар деді. Тамағына әлдене кептелгендей қылғына тіл қатып. Арғатам бай болған үшін жазықты болып, 1928 жылы Сібірге жер аударылған екен. Сүйегі сол жақта қалыпты. Өз әкем қатырдағы ауыл зиялысы мұғалім болды. Ал өзге жұрт еркінді алып, мәресіре болып жатқанда, менің отырысым мынау. Осыны айтқанда тіленшінің жанарына жас толып кеткенді. Енді бір сөз айтсақ төгіліп кеткері тұр. Сен өйтіп жасыма, деді Шамғон, мұның бетіне шаншыла қарап. Ең бастысы, біз азатпыз ғой. Ешкімге құл емеспіз. Ана балаларыңның тілеуін тіле. Бұл кезде Айдарбек те еш жинап қайтадан қатайып алғанды. Бізді қойш, сол балалар біреулерге құл болып, алақан жаймаса болғаны да, деді ширағын қатып. Қой, жұмысқа кірісейік. Айтпашы, мен бүгін сержантқа салық төлеуім керек. Күндер осылайша баяу жылжып өтіп жатты. Айдарбек біраз толғанып жүрді де, ақыры балдақты тастауға бел байлады. Әлдеқашан жазылған сау аяқпен балдаққа сүйеніп жүру адалдыққа жатпайтыны өз алдына, ол құрғыр жүріс-тұрысқа да қолайсыз екен. Көлікке мінсе де, анау-мынау жерге сыймай әлекке түсіп жатқаным. Егер тіленшіге лайық форма қажет болса, одан гөрі сыпайырақ, басқа түрін ойластыруға болады ғой. Кешікпей оның да ретін тапты. Ол енді қолына таяқ ұстап, қоңырқай көзілдірік киіп жүретін болды. Таяқ бір жағы қару, ал көзілдірік күннен қорғайды. Сырт қараған кісі көзінде ақауы бар деп ойласа, тіпті жақсы. Соқыр музыкант қалыптасқан ұғымға да сай келеді. Балдақтан құтылғалы Айдарбектің адымы ұзарып, өрісі кеңіп қалған. Бұрынғыдай бір жерде сарылып отыра бермей, қаланың кісі көп жиналатын тұстарын емін-еркін аралайтын болды. Өйткені, мына жер асты жолынан халықтың осы төңіректе тұратын белгілі бір тобы ғана өтуі мүмкін ғой. Ал адамдар бір мәрте садақа берген тіленшіге біразға дейін бұрыла қоймайды. Сондықтан шөп сонысын іздеген ысқаяқ малшыдай күн сайын қоныс жаңалап, өріс өзгерткен теріс емес. Айдарбек те кейінгі кезде біресе базар жағалап, келесіде автобус бекеттерін сүзіп, енді бірде мешіт пен шіркеуді сағалайтын болып жүр. Сонда бір байқағаны, әлде мешіт пен музыка бір-бірінен алыс жатқан дүние ме? Мұсылман мүриттерінен гөрі шіркеу маңындағы сопылардың қолы ашықтау көрінеді. Пасха мейрамына тура келген сол жексенбіде Айдарбекте орыстың ескі әуендерін бабына келтіре бір ойнады-ау. Соған орай түсімде жаман болған жоқ. Мұның көш аралап жүріп, тағы бір аңғарғаны, қалада кейінгі кезде өзі сияқты кезбелер бұрынғыдан да көбейіп кеткен екен. Танымал тіленшілердің сыртында кейін қосылған неше түрлі сұраншақтар, алақан қарап, құмалақ салатын кемпір шал дейсің бе, қаптап жүр. Көршілес өзбек, тәжіктен ауған келімсектер де аз емес. Айдарбек сол қайыршы тіленшілердің жаңа тобын көргенде дүниеден түңілгендей көңілі құлазып, қатты мойып қалды. Мойығанда жаңағы тіленшілер жұрттан түсетін нәпақаны бөліседі деген іштарлықтан емес, жуық арада оңала қоймайтын заманның бет алысын көріп қайғырған. Айдарбек 10 шақты күн көрінбей кетіп, жер асты жолына қайта оралғанда,
көршілері ауыздарын ашып қалды. Баяғы балдақты тастапты. Оның орнына тәп-тәуір таяқ ұстапты. Сақал мұртын басып, үсті басын ретке келтіріпті. Арқалаған сол баяғы гармония демесең, түр тұлғасы да мүлде өзгеріп кетіпті. Өзің тіпті сындырдай сұлу жігіт екенсің ғой, деді шамғон шал мәз-мәйрам болып. Сенің гармоныңды сағынып қалдық. Бүгін бір әкесіне танытып, Галия бәнуді аңыратшы. Оны басқалар да қостап, әр қайсысы сүйікті әндеріне заказ беріп жатыр. Бүгін Айдарбектің де мерейі тасып, арқасы қозыңқырап келген. Көптен бері өзін бұлай сергек сезініп көрген емес. Баяғы бір бақытты, бапты кезіндегідей гармонды құтыртана тартқан ол жер асты жолын лезде сырлы сазға толтырып жіберді. Мұндайда екі иығын қомдап, қоңыр гармонымен біте қайнасып, бірге құйылғандай тұйғынша түйіліп алатыны бар. Салалы саусақтары гармон тілдерінде ортекедей ойнап, жоғары төмен жүйткігенде көзілеспейді. Қолындағы қоңыр баянның да бүгін картасы бір жазылған шығарау. Бірде ақ қудай сұңқылдаса, бірде боташа боздайды. Ол бүгін әрі-бері шұбырған, кейде өзіне қызыға қарап қалған адамдары легінде байқаған жоқ. Шер құмардан шыққанша күй артынан күй төгіп ұзақ сілтеді. Әйтеуір, бүгінгі күнде бір өзгеше сыр бар. Сірә, ғарыштан рахмет нұры жауды ма екен? Бүгін адамдардың оң жаңбасымен тұрғанында күмән жоқ. Бір уақытта қараса, алдындағы қалпағы ұсақ ақшаға ылық толып, жайылған газеттің үсті бада боп қалыпты. Бәйгі аттай қолтығы жазылып, бусанып алған Айдарбек келесі бір сәтте айнала төңірегіне вальс ырғағын толтырып, Агинскийдің полонезіне басып отырған. Күй біте берген шамада біреудің өзіне қарай беттегенін байқады. Иығында погоны бар әскери адам. Басында сержант па деп селкете қалған. Жоқ, сержант емес, майор екен. Полиция емес, қарулы күштердің офицері. Ұзаса 30-дың ішін енді арқалаған қазақ жігіті бұған жақындап келді де: Аға, кешіріңіз. Сізбен сөйлесуге бола ма, деді. Жайдары өн қатып. Айта беріңіз, құлағым сізде. Менің осында сізді тыңдап тұрғаныма біршама уақыт болды. Гармонды бабына келтіріп, тамаша тартады екенсіз. Оған таңданатын не бар? Гармонды жаңа ұстап жүрген жоқпыз ғой, деді Айдарбек оншалық мән бере қоймай. Нота білетініңізге шүбәм жоқ. Музыкалық білімімді қай жерде алдыңыз? Менде асып бара жатқан білім жоқ. Бітіргенім музыкалық училище ғана. Қазір колледж дейтін болған ба? Майордың жүзі бал-бұл жанып, бұрынғыдан да жақындай түсті. Онда тіпті жақсы. Біз әскери округ қарауында жаңадан ұлттық ансамбль құрайық деп жатырмыз. Бізге баянист болып келуге қалай қарайсыз? Тәңірім-ау, мынау не айтып тұр? Өңім бе? Әлде түсім бе? Айдарбек өз құлағына сенер-сенбесін білмей аңырап қалды. Қазір оқу бітірген музыканттар аз емес қой. Бірақ сіз сияқты виртуоздар сирек кездеседі, деді майор сөзін жалғап. Айдарбек әлі үнсіз отыр. Тамағына өксік тығылып, сөйлеуге шамасы келер емес. Майор оны басқаға жорыса керек. Қалпақ маңында қобырап жатқан қағаз ақшаларға бір қарап алды. Әрине, бізде жалақы жағы тым жоғары емес. Оның есесіне үймен қандаймыз, жүріс тұрыңыз, ісіңіз тегін болады, дегенді үстемелеп әрең-әрең айтып жатыр. Айдарбек бұл кезде өзін өзі келіп, есін жия бастаған. Майордың нені меңзеп тұрғанын түсінді де: бауырым-ау, мен ақшаны есептеп отыр дейсің бе? Күтпеген қуаныштан есеңгіреп қалдым, деді ағынан жарылып. Өйткені мен сағынаны әбден сағынған адаммын.
Мына майор әскери адамдар секілді дікілдеген біреу емес, қыздай сызылған биязы жігіт екен. Әй, жай адам болмас, сірә ғарыштан түскен періште шығар. Ол да қуанып кеткенін жасырмай. Онда керістік аға. Ертең сағат 11-де бізде осы мәселе бойынша комиссия болады. Мына адреске қалайда келетін болыңыз. Деп қойын дәптерінің бір бетіне әлдененені сүйкете жазды да Айдарбектің қолына ұстатты. Сол күні Айдарбек үйіне ерте қайтты. Жол жөнекей, шаштаразға кіріп, шашан қидырды. Сақалын дөңгелете тұжыртып, әдемі мұрт қойды. Моншаға түсті. Үйінде тұрмыстан қанша қызылса да сатуға көзі қимай сақтап қойған сахналық киімі болушы еді. Соларын үтіктеп ретке келтірді. Баяғы сері кезінде концертке киіп шығатын қара костюм, ақ көйлек, қара бантик, ләктелген жылтыр бәтіңке. Жеңіс мейрамында баяғы әскери формасын киіп шығуға құмарт қарт майдангердей Айдарбек те қайта жасанып, көрші үйдің айнасына барып үңілгенде өзін танымай қала жаздады. Адам көркі, шүберек деген осы. Көптен айнаға қарап, кім көрген? Соңғы жылдары сылынып, едәуір жүдеген екен. Костюмі кеңіп қалыпты. Шашында бір тал ақ жоқ еді. Самайын қырау шала бастапты. Әйсе де, кезінде көрікті болған жігіттің сыры кетсе де, сыны кете оймаған. Ол бүгінде қалайда жолы болатынын, кешегі періште майордың бұған жайдан жай кезікпегенін, Құдайдың өзі бір жақсылыққа бастап тұрған ішкі бір түйсікпен сезінген. Сол болжамы теріс кетпеді. Алдымен нота сауатын байқап, сонан соң баянда әр түрлі күй тартқызып көрген төрешілер Айдарбектің орындаушылық қабілетін аса жоғары бағалады. Сол сәтте-ақ бұйрықтан өткізіп қолына әскери ансамбльдің музыкант солисі деген куәлік ұстатты. Сол күні түс әлетінде көшеде гармон арқалаған бейтаныс жігітке жұрттың бәрі таңырқай қараған шығар-ау. Өйткені Айдарбек өзін тоқтата алмай ағыл-тегіл жылап келе жатыр еді. 6 ай қыс қатып жатқан тоң енді ғана жібігендей, қорланған, жәбірленген, жасыған күндерде шықпаған жас енді шығып, бет-аузын жуып кетті. Бақыт пен сордың арасы тым алыс емес екен-ау. Ол енді балаларына жеткенше асығып келеді. Мына хабарды айтып, соларды қуандырмақ, балаларының мерейін үстем етті.